Жүрегім ауырып жатыр. Мәссаған. Мен кіммін? Қаяқтан танып қойды очкимен? Дауысымнан танып. Сіздерге қазір менің екінші мектебім. Ең бірінші мектепті мен ауылда барғанмын. Ауылда 0 деген сыныпқа бардым. Бірақ оны көшіп қонып жүріп, оны аяқтамай кеттім. Одан кейін менің бірінші сыныпқа барған мектебім осы мектеп міне. Мәссаған. Менің ең алғашқы ән айтып бастаған мектебім осы болатын. Жазда апамның ауылына деп. Қазір осы жерге фото шығады, сол айтып тұрған кезіндегі суреттер. Ассалаумағалейкум. Мен осы мектепте оқығанмын ғой. Бір жыл. Бір жыл болды ма? Мен 17 жыл бұрын ба, қанша жыл бұрын оқыдым осы жерде. Сіздерге көрсетейін, мына жерде поля бар еді. Бұның барлығы не үшін көрсетіп жатыр десеңіздер, сіздерге менің баяғы мамам екеуміз тұрған үйді көрсетейін. Ол кезде мына жерде ештеңе жоқ еді. Кольцевой, кішкентаймын ол кезде. Бірақ сіздерге ең қызық нәрсені көрсетейін. Мен жаңа өзім көріп жүрегім ауырып, жылағым келіп кетті. Бұдан қазір парк қылып тастапты, ол кезде ондай жоқ еді. Көрсетейін. Анау тұрған үй, кеттік. Жүрегім ауырып жатыр. Ал сіздерге біздің баяғы осы жаққа біз ауылда тұрдық та, одан кейін осы қалаға келген кездегі тұрған бұл үй деп айтылады, бірақ бұл общага. Вот менің ең бірінші тұрған үйіміз осы болған. Оны ешкім білмейтін шығар қазіргі баяғыдағы соседтерді. Мәссаған. Мынаны көрсетші. Ол кезде мынандай заттар жоқ еді ше. Мен жүрегім ауырып жатыр мен. Қазір білмеймін, суды қаяқтан алады. Суды мынандай ортада неде тұратын. Қазып ішетін, короче, содан үйге сөйтіп ішетін. Общага әлі бар екен ғой, ә. Ана жақта общий өзінің дәретханасы сондай. Саламатсыз, папа. Қалыңыз қалай? Қателеспесем айтайын ба, қайсы квартирада тұрдық? Вот осыда тұрдық қой деймін. Осы, мынада тұрдық қателеспесем. Осы бір екі, осы үш терезенің біреу. Көп соседтеріміз бар еді, солардың балдарымен, қыздарымен ойнайтын тұғын. Бірақ бөлме ғой общага деген. Мен 5 жаста едім ол кезде. Мамам күнде мені осы жерде, ол кезде телефон деген болмайтын бізде. Может, басқаларда болды ма, білмеймін. Азында жұмысқа кетеді, мен сабаққа барып келемін, мектеп жап-жақын ғой ана жерде. Сабаққа барам да, түсте келем да, сабақтан кешке дейін үйде отырам. Мамамды күтіп, мамам көрсе жылайды шығар мына видеоны. Аяқ асты болып кетті. Кіріп көруге бола ма? Мына жерден бұрылған кездегі мынандай зеленый иісі келетін. Дальше жүрегім шыдамады өзім кіруіме. Маған осы жерде велигім бар еді, велигімді айдап жүретін. Әлі сол не екен ғой? Общий дәретхана, общий болады бәріне. Осы жерде анам екеуміз тұрғанбыз. Ол қай жылы сонда? 2008 ғой. Мынаның бағасы осыған ай сайын 6000 теңге еді. Міне мен мына магазинге келетін. Мына жерде де тұрдық. Мына гараждардың төбесінде секіріп жүгіріп ойнайтынбыз, сол кезде сондай қызық еді.